Fashion Guide бағдарламасынан көретіндеріңіз өткен ғасырмен шабыттанған қазақстандық дизайнер Денис Тянның дебюттік топтамасы. Ашық түстер, эксклюзив және қайталанбас текстура қазақстандық шебер Кристина Смирнованың жылан терісінен жасалынған сөмкелері. Және хайр-стилист Елена Вайнова кешкі шаш үлгісінің трендтерін атап өтеді. Біз бастаймыз. Жыл сайын қазақстандық дизайнерлердің қатары жаңа есімдермен толығуда. Жас және дарынды модельерлердің келуімен тенденциялар да өзгеруде. Олар жаңашылдық және креативті идеялар енгізуде. Осындай дебютанттардың бірі Денис Тян. Денис Қазақстанда дүниеге келіп, алайда соңғы 15 жылда Канадада тұрып, сол жерде дизайнер білімін алған. Бірнеше жылдан соң ол Қазақстанға оралып, жеке сән көрсетілімін ұйымдастырды. Мен 5 жасымнан сурет саламын. Алматы суретшілер мектебін тәмамдадым. Сондықтан осы іспен өмір бойы айналысамын деп ойладым. Алайда барлығы басқаша болды. Тек 30 жасқа келгеннен кейін арманым орындалды. Бала кезінде қағаздан жасаған топтамасы арманға жетудегі алғашқы қадам болды. Оны Денис өзі ойлап тауып, бұл жаңалық жергілікті газет-журналдарда басылған еді. Дизайнер білімін Канаданың Торонто Film School мектебінде алып, өз ісінің маманы болды. Алғашқы көрсетілімнің ортақ тақырыбына ретро-стиль мен француз шигі айналды. Мне нравится стиль винтаж, потому что именно винтажные такие платья. Маған винтаж стилі ұнайды. Себебі винтажды көйлектер даралығында ашып, әйелді әдемі етіп көрсетеді. Сонымен бірге әйелдер бетперде киген 60-шы, 80-ші жылдарда ұнатамын. Менің ойымша бетперде әйелдің нәзіктігін барынша ашады. Подчеркивает ее прям всю женственность. Дизайнер бізді 60-80-ші жылдарға жетелейді. 20-шы ғасырдың стилінен басқа авторды Мэрилин Монро мен Наоми Кэмпбелл сияқты атақты әйелдер шабыттандырады. Денис ашық түсті пальто мен заманауи стильде жасалынған бетперде киюді ұсынады. Топтамада үш мәдениеттің, яғни Корей, Қазақ және Батыс миксі байқалады. 한국 패션은 이 트렌드가 Корей сәні тез дамуымен ерекшеленеді. Соңғы жылдары Корей сәні де өткен ғасырға оралуда. Сол кезде сәнді болған киімдер қазірде сәнді. 과거로 돌아가는 복고풍으로 많이 지금 패션의 트렌드가 좀 변하고 있다라고 얘기를 해줍니다. Например, если сравнить с другими Мысалы, егер винтаж топтамаларын жасайтын басқа еуропалық дизайнерлермен салыстыратын болсақ, Денистің топтамаларында қазақ элементтері байқалады. все равно вот этот вот акцент, где он жил, да, вот в Казахстане, он все равно остался внутри. Алғашқы топтамасында Денис 30 киімді ұсынды. Жібектен жасалынған көйлектер ерекшелік енгізеді. Ал кең шалбарлар дене бітімінің әдемілігін барынша шатсет. Дизайнер осы жылдың басты тренді желбіршектері бар жеңді де ұмытпаған. Әдемі пішім, ерекше маталар және түстердің гаммасы әйелдің бірегейлігіне екпін береді. Менің сән саласындағы басты міндетім әйелдерді бақытты, әдемі ету. Киімдерімнің адамдарға ұнауы мен үшін маңызды. Стильді болу өзіңнің образыңды бөлшектерге дейін ойластыру. Дұрыс жасалынған екпін киімді мінсіз толықтырады. Бүгін біз әйелдер сөмкелері жайлы сөз қозғаймыз. Әрбір ару бірегей әрі қайталанбас сөмкені армандайды. Қазақстанда осындай сөмкелерді жасайтын шебер Кристина Смирнова. Ол сөмкелерді жыланның терісінен дайындайды. Изначально это был выбор кожи, а потом Басында былғарыны таңдау қажет болды. Біз модельдерді дизайнмен жасалыну технологиясын ойластырдық. Себебі біз үшін сапа өте маңызды. Алдымен модельді зерттеп, үлгісін жасаймыз. Сосын фурнитурасын таңдап, өндіріске жібереміз. Потом лекала, затем подбираем фурнитуру, и уже производим. Міне 2 жыл ішінде Кристина люксті былғардан аксессуар дайындайтын Қазақстандағы жалғыз шебер. Дизайнердің айтуынша ол жыланнан жасалынған былғарыны бірден ұнатқан. Әрине мұндай түстердің гаммасы көздің жауын алады. Экзотикалық былғарының 400-ден аса реңдері бар. Ну, допустим, вот эта вот модель. Мысалы, мына модель сұранысқа ие. Себебі оның көлемі кішкентай, алайда оған көп зат сыяды.
Бірден айтайын, бұл түстер жарқын адамдар үшін. Көбісі қара түсті сөмкелерді сұрайды. Кейде мен сатып алушыларға қара түсті таңдамауға кеңес беремін. Өзіңді де, сатып алушыларды да ашық реңді сөмкелерді тағуға үйрету қажет. Себебі түстер біздің көңіл күйімізді көтереді. Дают же наше настроение, правильно? Осындай түстердің әртүрлігі сөмкені аяқ киімге сай таңдау қажет ережесін ұмыту керектігін меңзейді. Қазір фэшиниста сөмкені киімге сай үйлестіреді, ал заманауи сән бізге түрлі реңдер мен стильдерді араластыруға мүмкіндік береді. Я рекомендую, если, допустим, одежда однотонная, Егер киім бір түсті болса, онда ашық түсті принттерді таңдауға болады. Егер киім принтті болса, онда сөмке бір түсте жасалынған болу қажет. Ең бастысы, сөмке ерекше көрінуі тиіс. можно, чтобы это было на контрасте, чтобы сумочка выделялась именно. Аксессуарлардан басқа Кристина жылан терісінен жасалынған былғардан киім жасайды. Оның технологиясы әрине басқаша. Тіпті сөмкеге қарағанда жеңілдеуге болады. Дегенмен әрбір киім бір данадан жасалынады. Сондықтан ол эксклюзивті. Материалдың ерекшелігіне қарай киім де сөмке де ұзақ уақыт қызмет ететіні анық. За что я люблю эту кожу? Потому что, в Бұл принципе, былғарыға особо ерекше не күтім қажет емес. Ол қолайлы. Егер кішкене сырып алсаңыз, мүлдем байқалмайды. Былғары мықты, киюге ыңғайлы, әрі ұзақ уақыт қызмет етеді. Өз сатып алушыларыма, бұл сөмкелерді немерелеріңізге мұра етіп қалдырасыз деп қалжыңдаймын. Наши сумочки. Белгілі дизайнерлердің соңғы топтамаларының киімдерін киіп, алайда аксессуарларды дұрыс таңдамасаңыз, образыңыз сәтсіз шығатыны анық. Сондықтан сәнді сөмкені таңдау бірегей әрі есте қалатын образды жасауға мүмкіндік береді. Сән көрсетілімі тек киімге ғана байланысты деп кім айтты? Шоуда біз дизайнердің, визажистің және хейр-стилистің жұмысының нәтижесін көреміз. Дегенмен дайын образда макияж бен шаш үлгісі маңызды рөл атқарады. Белгілі украиналық стилист Елена Вайнова жақында кешкі шаш үлгісінің Sweet Black топтамасын ұсынды. Біз бүгін 4 түйіннен өрілген шаш үлгісін көрсеттік. Ол 10 минуттың ішінде жасалды. Сіздер керемет нәтижесін көрдіңіздер. Көп уақытта алмайтын, шашты құртпайтын шаш үлгісінің куәсі болдыңыздар. Топтамада нәзіктігімен, жеңілдігімен және жаңашылдығымен ерекшеленетін шаш үлгілері ұсынылды. Мұндай шаш үлгісін жасаудың басты құпиясы шашты алдын ала дайындауында. Шаш бұралайтын құрал арқылы шеберлер шашқа көлем береді. Ол ұзақ бойы сақталады. Важный момент, что без использования Біз шашқа тарақсыз көлем береміз. Ол қазір сұранысқа ие. Шашты зақымдамай, көлемді етеміз. не травмируя волоса, получить объем. То есть на самом деле это все легко и просто. Шаш үлгілері жеңіл әрі жылдам дайындалады. Хейр-стилистика еуропалық бағытқа жылжып жатыр деуге болады. Себебі заманауи тенденцияны ескерген жөн. Сәнде қарапайымдылық пен табиғилық. Каких-то определенных значков больших нет. Мұнда тым көлемді шаш үлгілері жоқ. Адамға ыңғайлы, жайлы, қарапайым шаш үлгілерін көруге болады. Оны лукпен үйлестіру қажет. К луку, чтобы подходило. Ерекше шаш үлгілерін ұнататындар үшін стилистер лондондық бағытты ұсынады. Ол амбре арқылы түрлі реңдермен шаш бояу. Түстердің гаммасына келетін болсақ, ол да шаш үлгісіне байланысты. В тренде эффект мокрых волос, очень тонкие... Трендте ылғалды шаш әсері, жеңіл, ұқыпсыз бұрым. Ұқыпсыздықты стильді көрінетіндей жасау қажет. Ол қазір өте өзекті. Шаштың түсі жұмысты нәтижесінде әсер етеді. Егер шаш ашық түсті болса, жеңіл, жіңішке сызықтар әдемі көрінеді. Қара шаштыларға керісінше ұқыпты, жинақы шаш үлгілері жарасады. Сондықтан көлемді Голливуд бұйрасы толқын тәрізді шаш үлгілері қара шаштыларға, ал сары шаштыларға жеңіл шаш үлгілері үйлесімді. Волосы это как раз вот для чудесных блондинок. Сонымен бірге күтімді де ұмытпаған жөн. Шаш бұл сұлулық. Сол себепті керемет шаш үлгілері сау және күтімі бар шаштарда тамаша көрінеді.
Бүгінге осы Fashion Guide бағдарламасының келесі санын өткізіп алмаңыздар. Бізбен бірге сәнді тенденциялардан хабардар болыңыздар.